80 мыңнан аса отандасымыздың алғысын алған ауқымды акция. Егемендігіміздің 25 жылдығына орай салмақты сапарға шыққан Тәуелсіз Қазақстан пойызының ұжымы өз жұмысын әлде жалғастырып жатыр. Дәрігерлер 11 мыңнан аса тұрғынға медициналық көмек берсе, Нұр Отан партиясының қабылдауына 9 мың азамат келген. Ал бүгін Алматы облысы Ақсу ауданына қарасты Матай ауылының халқы шараның игілігін көрді. Зейнеткер Қасым Өтеулі қоғамдық қабылдауға немересіне жұмыс сұрай келген. Жас жігіт әскерден оралса да бос жүр екен. Құлықсыздықтан емес, шарасыздықтан. Ауыл жерде кәсіп кем, қызмет қат. Оның үстіне зейнеткердің немересі отбасындағы 4 баланың тұңғышы. 25 жылдыққа келеді деген соған әскерден келген немеремнің жұмысқа орналастыру туралы, ауылдық жер болсын, жұмыс жағдайы қиын болсын, жолуға келген мәселемді шешіп берді. Рахмет. Мәселесі шешіліп, шараның шарапатын көрген бұл кейіпкеріміз ғана емес. Шағын елді мекендерде жүздеген, аудан қалаларда мыңдаған тұрғын акцияның арқасында көмек алды. Осы Матай ауылында да көптеген бағытта салмақты сауалдар қойылды. Ал мамандар әдеттегідей өз қызметтерін сапалы да жылдам атқаруда. Бұл жерде көтерілген сұрақтардың бірі зейнетақы жүйесінде туындаған сұрақтар бойынша көтерілді. Яғни біз түсіндіре кетсек, 2017 жылдың 1 қаңтарынан зейнетақы 9%-ға, базалық зейнетақы 7%-ға өседі. 2018 жылдың 1 шілдесінен біздің зейнетақы жүйесіне тағы да өзгерістер күтілуде. Сол сұрақтар бойынша біздің осы ауылдың зейнеткерлері бізге келді, сұрақтары қойылды, әрбір сұраққа жауап берілді. Пойыз ұжымы аптасына 7 күн демалыссыз жұмыс істеп келеді. Бүгін 39-шы күндерінде ойдағыдай аяқтады. Дегенмен олар шаршадық демейді. Керісінше, әр елді мекенге келгенде тұрғындарды жайдары жүзбен қабылдап, неғұрлым көп адамға көмек беруге күш салады. Анығы сол, бұл пойыз әр аялдамаға жауапкершілікті асына келіп, алғысты арқалай кетуде. Азамат Нұғманов, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.